Хотя бы жазды кіші мұғалімдерді анда-мында барып кел деп жұмсамаймыз. Өрмеге барып, ана Жәнібекке тамағы барып кел. Біз хотя бы TikTok түсіріп, блог жүргіземіз. Жастарға қарағанда подписчигіміз көп. Мен қазір блогермын. Ал біз хотя бы семинар, жиналыс деп, сабағымызды жас мамандарға тастап кетпейміз. Біз хотя бы мектепке тауық аяқтары мен пиццаға заказ береміз. Нормально. Біз хотя бы советский мышление емеспіз, еще біз модный киінеміз. Біз хотя бы премия қойып аламыз. Біз хотя бы 1045 сылтау айтып жұмысқа кешікпейміз. Біз хотя бы айлық бергенде өз қалтамыздан берген сияқты өзінше болмаймыз. Біз хотя бы сендерсің, больничныйдан көп шықпаймыз. Біз хотя бы тексеріс келгенде ғана документтермен жүгірмейміз. Еще можно, да? 24 сағат бергенде менсін... Қайта сөйлесің.